Сәлем барлықтарыңызға. Бүгінгі біздің тақырыбымыз Java бағдарламалау тілі. Сіздермен бірге болатын Талипов Дастан. Java туралы кішігірім мәліметтерге ие болсақ, Java 1995 жылы құрылған танымал бағдарламалау тілі болып, ол мобильді қосымшаларды әзірлегенде, жұмыс істелік қосымшаларын әзірлегенде, веб қосымшаларда, веб және қолданбалы серверлер дайындағанда, ойындар дайындаған кезде қолданылатын бағдарламалау тілі болып есептеледі. Неліктен Java'ны пайдалану керек? Өйткені бізде ең бірінші басты артықшылықтарынан бірі Java әртүрлі платформаларда жұмыс істейді. Яғни Windows, Mac, Linux екендігіне қарамастан, кез келгенінде Java программалау тіліні қолдансақ болады. Бұл әлемдегі ең танымал бағдарламалау тілдерінің бірі болып есептелінеді. Сосын Java C, Java Sharp'ға жақын болғандықтан бағдарламалауға Javaға ауысу оңай немесе керісінше. Javaдан C Sharp'ды үйрену оңай, C Sharp'ды білетін адамдарға Javaға ауысу оңай болады. Өйткені екеуі ағалы інілі сияқты. Java'ны жылдам іске қосу. Java'да әр қосымша сынып атауынан басталады, және бұл сынып файл атауына сәйкес келуі керек. Бұл қалай? Біз main деп аталатын алғашқы Java файлымызды жасайық. Кез келген мәтіндік редакторды жасауға болады. Мысалы үшін, блокнотты жасауға болады, Sublime тексті жасауға болады. Сол сияқты әртүрлі редакторларда жасауымызға болады. Біз қазір Sublime текст қолданайық. Бұл жерде бізге новыйдан файл ашуымыз керек. Файлдың аты main.java болу керек. Main деп сақтадық. Main деп сақтаған кезде міндетті түрде main.java болу керек. Кластың аты, сосын .java болып аяқталу керек. Java файлы болу үшін. Келесі. Файлда келесі код арқылы жазылатын сәлем әлем хабары болу керек. Яғни осы кодты пайдалану арқылы біз Hello World немесе сәлем әлем хабарыны шығарамыз. Ал олай болса кеттік. Public class, біздің файлдың атауы main. Main, сосын main метод system out println ішінде hello world немесе сәлем әлем десек те болады. Маңызы жоқ. Код жазып болғаннан кейін міндетті түрде сақтауды естен шығармау керек. Сақтау үшін Ctrl+S пәрменін теруіміз керек. Так, енді кодты жазып болғаннан кейін, ол кодты алуымыз үшін бізге cmd командная строка деген керек болады. Оны ашуымыз үшін мына жерде cmd деп іздейміз. Бұған кіргеннен кейін біз файлымызды D дискте сақтадық. D дисктің ішінде M2 екінші семестр MOOC оқытудың теориясы мен тәжірибесі деген папканың ішінде main деген класс Java'ны сақтадық. Java файлын сақтадық. Ол жерге баруымыз үшін біз артқа қайтуымыз керек. cd екі нүкте арқылы артқа қайтамыз. cd екі нүкте арқылы тағы да артқа қайтамыз. C файлынан D файлына ауысу үшін D екі нүкте қоямыз. Яғни D файлына ауысамыз. Енді біз Java файл тұрған жерге баруымыз үшін директорды көшіріп аламыз. Дағын cd мына жерге қою арқылы сол Java файл тұрған папканың ішіне барамыз. Папканың ішіне кірдік. Кіргеннен кейін бізде презентацияда айтылғандай java main.java деп жазуымыз керек. Java main.java пәрменін теру арқылы біз Java файлын іске қосамыз. Java келесі пәрменін бізде Java main деп жазуымыз керек. Сол кезде біздің кодымыз іске қосылады. Тексеріп көрейік. Java main десек, бізде Hello World деген нәтижеге ие болдық. Сонымен сіздерді құттықтаймыз.
Сіз бірінші Java бағдарламаңызды жазып орындадыңыз.